Қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте дәмді американдық десерт трайфл сникерс жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Маған ұн қажет болады. 4 жұмыртқа, салқын су, қант, сұйық май және какао. Ең алдымен 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Оған қантымызды қосамыз. Және де жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз ақ көпіршік пайда болғанша миксерлейміз. Мінекей осындай болады. Енді оған мен салқын суымды құямын. Сұйық майымды құямын. Және де тағы да барлығын жақсылап миксерлеп аламын. Одан кейін ұн қосамыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Енді оған какаоны қосамыз. Какаоны електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде барлығын осылай ситыдан, яғни електен өткізіп алыңыздар. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлительді қосып, оны да електен өткіземіз. Енді құрғақ қоспамыздың барлығын қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды 2-3 қасықтан бөле отырып, қоса отырып миксерлейміз. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Бірден ұнның барлығын қосып жібермеңіздер. Осылай кішкене бөліктерге бөле отырып қоссаңыздар, біздің десертіміз керемет болып көтеріліп піседі. Міне миксерлей отырып, қоспамызды қоса отырып, десертімізді дайындаймыз. Жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Міне мен барлығын жақсылап миксерлеп алдым. Осындай консистенция бізде пайда болады. Тым қоюда, тым сұйықта болмау керек. Енді мен пергамент қағазын противениме төсеп алдым. Және де өздеріңізге ыңғайлы форманы алуыңызға болады. Менде арнайы форма болмағандықтан мен осындай темірді қолданамын. Кішкене жандарына ағып кетеді құйғанда, бірақ та ол ештеңе етпейді. Оны да десертімізға, яғни трайфлымызға қоса беруімізге болады. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай кішкене жандарына шығып кетіп жатыр темірдің. Қорықпаңыздар одан. Жақсылап барлығын құйып аламыз да 180 градуста 25-30 минуттай пісіресіздер. Және де піскенін ағаш таяқшамен тексересіздер. Ағаш таяқша құрғақ болған кезде піседі. Біздің десертіміз піскенше кремін дайындаймыз. Менде мында сахарный пудра, яғни қант ұнтағы, және де клегей, яғни сливки 33-34% болу керек міндетті түрде сливкиіңіз. Жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Енді оған біздер осындай вареная сгущенканы қосамыз. 3-4 ас қасықтай вареная сгущенканы қосамыз. Оның үстіне творожный сыр қосамыз. Менікі осындай Хохландтың творожный сыры. Мен барлығын қосып жіберемін. Және де барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде клегейіңіз, сгущенкаңыз және де творожный сыр міндетті түрде салқын болу керек. Сол кезде біздің креміміз керемет болып шығады. Мінекей креміміз дайын болды. Біздің коржымыз дайын болды. Маған барлығына 35 минут уақыт кетті пісуіне. Сіздер өздеріңіздің духовкаңызға қарай пісіресіздер. Енді біздер темірден біздің коржымызды алып аламыз. Осылай пышақтың көмегімен коржымызды алып аламыз да суытуға қоямыз. Міне жаңағы жандарына ағып кеткен коржымыздың бөліктерін алып аламыз. Оны да десертімізге қосуға болады. Мінекей достар, десертімізді дайындауға көшейік. Мен осындай ыдысты алып алдым. Осындай үлкендеу ыдыс алыңыздар. Және де біздің десертімізді қазір үгітіп шығатын боламыз. Осындай кішкене үгінділер болып шығу керек бізде. Дәл осылай коржымыздың барлығын үгітіп шығамыз. Мінекей коржымызды осындай бөліктерге бөліп алдым.
Мен бүгін трайфлдарымды осындай арнайы трайфл десертіне арналған стақандарға жасаймын. Сізде қандай үйде стакан бар, сондайға жасай беріңіздер, өз ыңғайыңызға қарай. Немесе әйнек ыдыстарға да жасауыңызға болады. Мен осылай аш жағына қоржын салып шығамын. Бүгін мен 2 слой жасаймын. Және мен кондитерский мешокқа осындай кремді құйып алдым. Енді басын қазір пышақпен қайшымен кесіп аламын. Егер сізде кондитерлік мешок болмаса, жай ғана қасықпен де жағуыңызға болады. Осылай етіп десертімізға бірінші слойын жағамыз. Қалған десертімнің корждарын мен басқа ыдысқа жасаймын трайфлымды. Енді екінші слой жасаймыз. Және де оның үстіне тап осылай жаңағыдай кремімізді жағамыз. Десертіміз өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті қолданып көруге кеңес беремін сіздерге. Мінекей достар, екінші слойды жақтық креміміздің. Енді барлығын жақсылап қасықпен жағып шығамыз. 2 слой жасаған кезде біздің десертіміз осындай әдемі болып шығады жанынан қарағанда. Десертімізді тоңазытқышқа салып қоямыз. Десертімізді 40 минутқа тоңазытқышқа салып қойдым. Оған дейін мен глазурімді дайындап аламын. Осындай водяной баняға кішкене бір ыдысымызға сары майымызбен шоколадымызды ерітіп аламыз. Және де міндетті түрде қасықпен араластырып тұруымыз керек. Қайнатпайсыздар, тек шоколадымыз ергенше жасап аламыз. Глазуріміз біздің дайын болды. Енді мен глазурға жаңғақ қосамын. Менде осындай арнайы аршылған жаңғақ, және де оны дәл осылай тәсілмен оқтау арқылы үгітіп аламын. Жаңғақтың қай түрін қоссаңыз да өз еркіңіз, грек жаңғағын да қосуға болады. Мінекей достар, осындай үгітінділермен де шықты. Міне глазурім де дайын болды. Осындай сұйық глазур бізде пайда болу керек. Енді мен осы глазурима жаңғағымды қосып барлығын жақсылап араластырамын. Қазір глазурді біздің десертіміздің бетіне құямыз. Мінекей глазуріміз де дайын болды. Міне менің трайфлым десертім 40 минуттай тоңазытқышта тұрды. Кремім беті қатты. Және де манағы қалған коржымның, десертімнің корждарынан мен осындай 2 тағда трайфл жасадым. Енді осылардың бетіне біздің глазурімізді құйып шығамыз. Жаңғақпен жасаған глазур болғандықтан дәмі өте керемет әрі ерекше болады. Сондықтан да атын біз сникерс деп атаймыз осы десертіміздің. Жаңағы қалып қойған жаңғағымды трайфлымның бетіне салып жіберемін. Өзіңіздің идеяңызға қарай, ұнатуыңызға қарай жеміс-жидектерді де қолдансаңыздар болады. Құлпынай, банан немесе малина қосуыңызға да болады. Ол әрине өз еркіңіз. Мінекей достар, менің трайфлым дайын болды. Енді мен барлығын тоңазытқышқа қойып салқындатып аламын. Осы кереметтей трайфлдың десерті сізге ұнаса, міндетті түрде видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.